Ассалаумалейкум, Клем Жауық қауым. Бүгін міне Алматы қаласында. Как фирма называется? Фирманың аты қандай? Я не знаю. Ну, хорошо. Фирманың атын кейінірек айтамыз. Жаңадан ашылып жатқан фирма. Міне, мынаны Алматы қаласында Экодел компаниясынан біз көріп, сіздерге алдыңғы видеода жариялағанбыз. Осы фирмаға да көрсеттік. Если можно, чуть поближе, кішкене жақындасаңыз, қараңыздар. Мына жерде 15-тік трубаны салған. 15-тік пластмассовый труба. Мына жерде сыммен қатайтқан. Бұл жерге енді хомутпен жасасаңыздар өте әдемі болады, үлкен хомуттар болады, астына резина салып. Одан кейін мына жерде келатқан проводты ішіне кіргізген. Төменірек сасақ тағы да әдемі болатын еді. Төменірек мына жерден тесік жасап, жоғары қарай. Енді үстіге қарай көрсетеміз. Осылай. Енді мына проводтарымыз жерде жатпау үшін, Құдай сақтасын, бағана тоғыратын болса, аман қалу өте қиын. Қараңыздар, мына өте оп-оңай кольцолар жасаған, қолдан жасаған кольцо мына. Тросты тартқан, анкерный болтпен екі жақтан, бір мына жерде и бір мына жерде. Рустам, как ваша фирма называется? City Service. Мына City Service компаниясындамыз. Мына жерде көрсетейік, соңына дейін қараңыз, өте мына ыңғайлы, былай. Артыңыздан осып жүріп отырады. Можно чуть поближе, жақынырақ көрсек, мына көрдіңіздер ма? Мынандай кольцолардан жасаған, шайбадан. Астын хомутпен жасап сатқан. Одан кейін мына жерде келіп, реверс қай жерге қосылады дейді. Міне, реверстің астына мына екі провод кіреді. Бір провод мына жерден кіреді, бір провод мына жерден шығады. Енді ішіне тығылған соң сіздер көріп тұрған жоқсыздар. Иә, кабель. Сосын бұл компанияға мына роторный машина бердік және RVM 420 центрифугасын бердік. Қойдық. Мына панель управлениясы есіктен негізі 1,5 метрде болса дұрыс болады. Ертең маған центрифуганың секірген бір жағдайларда қауіпсіз болу үшін оп-оңай келіп мына жерден өшіре саласыз. Центрифуганы қосып көрсетейін. 420. Қазір 6 минутқа қойдық. Мынау реверс. Еще не включили, да? Мына жерді қосайық. Вот так, да? Біріншісі. Жақсы. Мына бәрі қосылып тұр ғой. Давайте, включаем. Көрейік. Міне, ешқандай дауыс жоқ. Көріп тұрғандай, өте тыныш жұмыс істейді. Өшіре салайық. Негізі біз 6 минутқа қойып қойғанбыз. Міне, өшті. Енді, бұл компаниямызға тағы да не бердік? Бағана біздің видеомен жасаған Экодел компаниясынан көріп, міне 1 тонналық мынандай су қоймасы, 1 тонналық. Және қасына мотор қойған, бірақ бұл мотордың күші аз. Мен көрсеткен кезде мына жерде 50-лік шланг болу керек, мына жерден шығатын 32-лік болу керек. Мына мотордың күші әрине аз. Бірақ система дұрыс негізі. Бұл насосты тастақтан ала салуға болады, солай емес пе? Сосын мына жерге нешелік шлангы қоямыз? 50-лік па? По-моему, 50-лік. Не болу керек, үлкен болу керек. Ну, өзінің доступный несіне. 50-лік. Мынауымыз 32-лік, дұрыс па? Мынау 32-лік. Одан кейін мына жерде тура сол система. 50-лік, мынадан шыққан 32-лік. 32-лік не үшін қоямыз? Өйткені бағана напор жақсы болсын деп, оны қазір видеода көрсетеміз. Сосын үстіне суды ашып жауып тұрасыздар ма? Өзі толған кезде өзі тоқтайды ма? Постоянно ашып тұрады, иә? Постоянно ашып тұрады. И су толған кезде бағана туалеттің сифоны сияқты, бак сияқты өзі өшіп қалады. Давайте, қосыңдаршы мына. Қалай, мына светті қосқанда қосамыз. Опа, мәссаған, мына напорды қарасашы. Керемет, өте керемет. Енді, ары қарай, біз бұл компанияға тағы да не бердік? Қазір, енді сушильный камерамызға кіреміз. Мына жерге мына пятерка қойған 5-тік пенопас, бірақ 10-дық қойсақ тіпті жақсы болатын еді. Міне Carpax Air Dry 500 ең бағана мықты, ең бағана үлкен осушителіміз, құрылғымыз кілем кептіретін. Бұл ең аз 500 квадрат, 500 квадраттан 800-900 мың квадратта дейін кептіре береді. Қазір көріп отқандай, іште температурамыз 34-35 градус, ылғалымыз 40. 25-ке келген кезде компрессор өзі өшеді. Одан кейін вентиляторларымыз қалай қойдық, оны да көрсете кетейін. Мынау приток, яғни сырттағы таза ауаны алып ішке қарай үрлейді. Перделері ішке қарап тұр, қара.
иә. Енді мына жерден қиғашынан аппаратымыз мына жерде тұратын болса, қиғашынан мына жерден қиғашынан диагонально дейміз, екінші вентиляторымыз бұл ауаны сорып сыртқа қарай сыртқа қарай шығарады. Мына жерде перделері қара, бана жалюзилар сыртқа қарап тұрады. Бұл екі проводты, мына екі вентилятордан шыққан проводты электриктер қосып, мына екі вентилятордың екі проводын бір-бірімен жалғап, осы жерге әкеп бір вилка жасап, осы жерге тығамыз. Бұны 220 басқа жерге тығудың қажеті жоқ. 41 градуске көтерілгенде іштегі температура вентиляторларымыз қосылады, 38-ге келгенде вентиляторларымыз өшеді. Енді аппаратты қосқанымызға міне 1-ақ сағат болды, соның өзінде 34-35 градуста температурамыз көтерілді. Бұл жерде қандай қателіктер бар айта кетейін. Біріншіден, пол изоляция жасалмаған, салқын. Екіншіден, мына қолданылған пенопласттың қалыңдығы 5 см. 5 мына, осы жерден көруге болады. Немесе жоқ, мына жерден көремін. Енді бір вентиляторда былай қарай өрлеміз дедік, екінші вентиляторда келіңіз. Мына ана жерден сіз түсірсеңіз, мына жақтан қойып, екінші напольный жерге қоятын вентиляторымызды осы жерден қойып, былай қарай айдаймыз. Сол кезде не болады? Сіз енді мына жақтан келіп түсірсеңіз, сіз ар жақтан түсіріңіз. Қараңыз. Қараңыз. Мына ауа, былай келген ауа, ар жақтан келген ауа өсіп, мына жерден келіп, осушителдің артына кіріп, алдынан құрғақ ауа болып шығады. Өйткені мына жерден аппараттан шыққан құрғақ ауа мен арғы жақтағы ылғалды ауа екеуі бір-бірімен дұрыс араласпайды. Сондықтан біз екі вентилятор қойғанымыз дұрыс болады. Вентиляторлардың да мощность қандай деп айтатын болсақ, 1 сағатта 5000 куб ауа өткізетін сондай вентилятор қою керек. Мысалы, мына вентиляторларымыз сағатына 2600 куб. Яғни мынадан екі есе күштірек екі вентиляторымыз қойымыз керек. Біреуін ана бұрышқа, екіншісі қарама-қарсыға қиғашынан екінші вентиляторымыз қойымыз керекпіз. Жақсы, жалпы түсініксіз шығар деп ойлаймын мен. Все, остановляй.